Қар адамының жұмбағы. Қар адамы немесе ети туралы аңыздар әлемнің түкпір-түкпірінде ғасырлар бойы сақталып келген. Әртүрлі халықтар бұл жұмбақ жаратылысты адамға ұқсас, алып әрі денелі, жабайы тіршілік иесі ретінде сипаттайды. Қар адамы адамдардан аулақ, биік тауларда, қалың ормандарда мекендейді деген сенім бар, және ол табиғаттың ең тылсым құпияларының бірі болып саналады. Алғашқы деректер. Қар адамы туралы алғашқы сенімді мәлімет 1832 жылы британдық зерттеуші Ходжсонның жазбаларында кездеседі. Ол Гималайдың биік шыңдарында ірі денелі, адам тәріздес жаратылысты көргенін баяндаған. Осы оқиғадан кейін қар адамы туралы аңыздар әлемге кең таралып, ғалымдар мен зерттеушілердің назарын аудара бастады. Ең танымал кездесулердің бірі 1951 жылы орын алған. Белгілі британдық альпинист Эрик Шиптон Эвересттің етегінде үлкен іздерді байқаған. Сол кезде түсірілген суреттер қар адамы туралы қызығушылықты жаңа деңгейге көтеріп, ғылыми ортада үлкен дау тудырды. Әртүрлі елдердегі аңыздар. Қар адамы туралы аңыздар тек Гималаймен шектелмейді. Мысалы, ақш-та бұл жаратылыс Бигфут деген атпен белгілі. Солтүстік Американың таулы аймақтарында Бигфутты көргендер туралы көптеген оқиғалар айтылып келеді. Бигфутта ети сияқты үлкен, адамға ұқсас, орманды және таулы жерлерді мекендейді. Ресейде бұл жұмбақ тіршілік алмас деп аталады. Алмас туралы аңыздар ғасырлар бойы сақталып, Урал мен Сібірдің шалғай аймақтарында тараған. Куәгерлер алмасты алғашқы адамдарға ұқсатып сипаттайды, оны дамудың басқа бір тармағы деп санайтындар да бар. Ғылыми зерттеулер. Қар адамын зерттеу үшін түрлі экспедициялар ұйымдастырылды. Ғалымдар мен зерттеушілер Гималай, Сібір және Солтүстік Американың таулы аймақтарына барып, қар адамының ізін табуға тырысты. Бірақ бүгінгі күнге дейін ешбір нақты дәлел табылған жоқ. Қар адамын зерттеуге өмірін арнаған Питер Берн секілді танымал зерттеушілер де нақты деректерге қол жеткізе алмады. Дегенмен көптеген жергілікті тұрғындар қар адамына деген сенімін жоғалтқан жоқ. Непалда қар адамына арналған музей де бар. Мұнда иети туралы аңыздарды растайтын түрлі деректер мен фотосуреттер көрмеге қойылған. Қорытынды. Ғылыми дәлелдер табылмаса да, қар адамы туралы аңыздар өз күшін жойған жоқ. Бұл жұмбақ тіршілік табиғаттың тылсым күштерін еске салып, зерттеушілерді шабыттандырады. Қар адамының құпиясы әлі де ұзақ уақыт бойы адамзатты таңдандырып, зерттеушілердің қиялын қанаттандыра бермек.